Піл мен маймыл. Орманды мекендеп, бір-бірімен сыйлас боп қатар жүрген піл мен маймыл бір күні өз бойларындағы артықшылықтарын айтып отырып, дауласып қалыпты. Менің бойым таудай, күшім де көп. Ашулансам бар ғой, қандай жуан ағаш болса да, тамырымен қопарып тастаймын. Ондай қайрат сенде жоқ. Деп мақтаныпты піл. Ал мен ептімін, ештеңе бөгет бола алмайды. Ағаштан ағашқа ырғып, орманның арасымен сырғанап жүре беремін. Деп таласыпты маймыл. Осылайша піл мен маймыл өз бойларындағы қасиеттерін айтып, ұзақ таласыпты. Бірінің айтқанына бірі көнбепті. Өздері бір бітімге келе алмапты. Енді бұл туралы өзгенің билігін естігілері келеді. Сөйтіп екеуі үкіге барыпты. Орманның ақылгөйі. Мына маймыл екеуміздің таласымызға өзің төрелік айтшы. Депті піл. Не жайында таласып жүрсіңдер? Деп сұрапты үкі. Сол кезде жыпылдаған маймыл сөзді іліп әкетеді. Біздің ақылгөйіміз, анығын айырып берші. Күш қайрат үстем бе, епшілдік үстем бе? Мұны естіген үкі піл мен маймылдың не үшін таласқандарының сырын түсінеді. Сәл ойланған соң: Мен сендерді үстінде сынап көруім керек. Кесімін содан кейін айтамын. Депті үкі. Қалай сынамақсың? Деп піл мен маймыл сұрайды. Үкі екеуіне кезек-кезек қарайды да, аздан соң сын шартын түсіндіреді. Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір жемісі уылжып пісіп тұр. Екеуін де өзеннен өтіп барып, сол алма ағашының алмасынан алып келіңдер. Мен сол алмаға қарап отырып, төрелік айтамын. Піл мен маймыл өзенге қарай беттейді. Келсе, өзен арнасына сыймай, лыққа толып, астан-кестен боп ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң маймыл мұңайып, қасірет шегеді. Сол кезде: Кел, менің жотама мініп ал. Мен таудан үлкенмін, күшім де мол. Өзеннің ағысы мені ағызып кете алмайды. Депті піл. Маймыл қуанып, пілдің үстіне шығып алады. Ал піл өзенді қақ жарып, қиналмастан арғы жағаға өте шығады. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. Қараса, алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі қол жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да пілдің тұмсығына бірде бір алма иліге қоймайды. Өзінің алма ала алмайтынын білген піл қатты налиды. Сол кезде маймыл: Мұңайма, қазір мен алма ағашының басына өрмелеп шығамын да, басындағы жемістерді жерге түсіремін. Сен жинай бер. Маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштың басына өрмелеп шығады. Алмаларды үзіп жерге тастай береді. Ал піл оларды теріп, бір жерге үйіп қояды. Сөйтіп алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. Екеуі алып келген алмаларын үкіге беріп, оның қандай төрелік айтатынын тосыпты.
Сонда үкі: Маймыл, сен мына ағыны қатты өзеннен қалай өттің? Мені піл арқасына мінгізіп өткізді. деп маймыл шынын айтады. Дұрыс, өйткені оның бойы таудай. Күші де мығым, өзен ағызып кете алмайды. Ал піл, сен айтшы, биік ағаштың басындағы жеміске бойың қалай жетті? Менің бойым жетпеген соң, маймыл ағаштың басына өрмеліп шықты. Алмаларды үзіп жерге түсірді. Мен жинап тұрдым. Міне ұқтыңдар ма? Күштен де, ептіліктен де үстем нәрсе бір-біріңе тегізген көмегің. Екеуің бір-біріне қарайласып, мақсаттарыңа жеттіңдер. Тек қана күштен немесе жалаң ептіліктен пайда аз. Егер біріңе бірің жәрдемдеспегенде, екеуің де мына алмаларды алып келе алмас едіңдер. Дұрыс. Дұрыс. деп өздеріне айтқан үкінің түрлігіне келесіп, айтқан шешіміне разы болыпты. Сонда үкі: Піл, сен күшіңе сеніп даурықпа. Маймыл, сен ептімін деп бөспе. Әрқашан бір-біріңе осылай жәрдемдесіп жүріңдер. деп өсиет айтыпты. Кел, бірге болжап көрде, біліп ал ойынын ойнайық. Бірінші деңгей. Қалай ойлайсың? Пілдердің неше түрі бар? А нұсқа 1, А 2, Б 3, В 4. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап Б. Жер бетінде пілдердің 3 түрі бар. Африкалық саванналық піл, африкалық орман пілі, азиялық піл. Африкалық саванналық піл Сахара шөлінен оңтүстікте ашық жазықтарда саваннада өмір сүреді. Бұл елдер Ботсвана, Танзания, Кения, Зимбабве, оңтүстік Африка. Африкалық орман пілі орталық және батыс Африканың тропикалық ормандарында тіршілік етеді. Бұл елдер Габон, Конго Республикасы, Камерун, Орталық Африка Республикасы, Конго Демократиялық Республикасы. Азиялық піл оңтүстік және оңтүстік шығыс Азияда өмір сүреді. Бұл елдер Үндістан, Шри-Ланка, Таиланд, Непал, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Бангладеш. 3 түрдің айырмашылығы дене пішінінде. Олар 2 қабатты үйдің жанында қандай биіктікте екенін қара. Африкалық саванналық пілдің жерден басына дейінгі биіктігі 4 метрге жетеді. Ол бірінші қабаттан биік. Салмағы 7 тоннаға дейін барады. Бұл Hyundai HD жүк көлігіне шамалас. Азиялық пілдің биіктігі 3 метр 20 сантиметр. Ол да бірінші қабаттан биік. Салмағы 6 тоннаға дейін жетеді. Шамамен Chevrolet Silverado жүк көлігімен бірдей. Африкалық орман пілінің биіктігі 2 метр 70 сантиметр. Ол бірінші қабаттан сәл аласа, салмағы 4 тоннаға дейін жетеді. Ford F жүк көлігі сияқты. Африкалық пілдер мен азиялық пілдердің басты айырмашылығы құлақтарында. Африкалық пілдердің құлағы басынан үлкен, ал азиялық пілдердің құлағы басынан кіші.
Құлақтар пілдерге дене температурасын реттеуге көмектеседі. Африкалық пілдер құлақтарын желпуіш сияқты желпиді. Бұл арқылы қан тамырлары бар құлақтар арқылы қанын суытады. Екінші деңгей. Қалай ойлайсың? Пілдер бір-бірін есіммен айтады деген рас па? А нұсқа иә рас. Ә нұсқа жоқ, олай емес. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап А. Рас. 2024 жылы ғалымдар жабайы табиғатта әр пілдің өз есімі болатынын және басқа пілдердің сол есіммен оларды айтатынын анықтады. Пілдер есімдерді төмен жиілікті діріл арқылы жеткізеді. Бұл дыбыстарды тыңдау үшін ғалымдарға арнайы құралдар қажет болды. Сонымен қатар, пілдердің есте сақтау қабілеті өте жақсы. Олар өз өмірінің көп бөлігінде орындарды және басқа пілдерді есте сақтайды. Пілдер табиғатқа үлкен пайда әкеледі. Олар тұқымы бар жемістерді бір жерде жеп, басқа жерде нәжіс арқылы қалдырады. Осылайша пілдер өсімдіктердің тұқымын таратады. Тағы бір қызық қасиеті, олар жер астындағы суды сезіп, оны аяқтарымен, тұмсығымен және азу тістерімен қазып алады. Кейін бұл суды басқа жануарлар да ішеді. Үшінші деңгей. Қалай ойлайсың? Маймылды саусақ ізі арқылы анықтауға бола ма? А нұсқа жоқ. Саусақ ізі тек адамдарда ғана әртүрлі. Ә нұсқа иә болады. Маймылдардың да саусақ іздері әртүрлі. Адамдардікі сияқты. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап Ә. Маймылдардың да саусақ іздері бір-біріне ұқсамайды, дәл адамдар сияқты. Жер бетінде 300-ден астам маймыл түрі бар. Ғалымдар оларды екі топқа бөледі. Ескі дүние маймылдары Африка мен Азияда тұратындар. Жаңа дүние маймылдары Америкада тұратындар. Көптеген маймылдар, мысалы капуциндер, макакалар, бабуиндер, мандрилдер, тағам алу үшін таяқ пен тасты қолдана алады. Маймылдардың ақыл-ой қабілеті кіші балалардың деңгейіне тең. Өткен ғасырдың соңында ақштағы зообақта өмір сүрген екі горилла, Коко мен Майкл танымал болды. Адамдар оларды саңырауларға арналған тіліне үйретті. Коко мен Майклдың арқасында ғалымдар гориллалар өтірікті түсінетінін, сену немесе сенбеуі мүмкін екенін анықтады. Төртінші деңгей. Қалай ойлайсың? Өкілер отбасында қайсысы ірі? Аталығы ма, аналығы ма? А нұсқа аталы көкі аналығынан ірі. Ә нұсқа аналы көкі аталығынан ірі. Саған 15 секунд беріледі. Дұрыс жауап Ә. Аналық үкілер аталық үкілерге қарағанда ірі болады. Үкі жапалақтар тұқымдасының ішіндегі ең үлкен түрі. Үкінің денесінің ұзындығы 75 сантиметрге дейін жетеді. Бұл шамамен жерден рөлге дейінгі балалар самокатының биіктігіндей.
Ал қанатын жайғанда ұзындығы 2 метрге дейін жетеді. Бұл үлкен бұрыштық диванның ұзындығындай. Өкінің басында құлаққа ұқсайтын қос қауырсын шоғы болады, бірақ олар нағыз құлаққа қатысы жоқ. Осы ерекшелігі арқылы өкіні басқа жапалақтардан ажыратуға болады. Өкі басын 270 градусқа бұра алады. Өкілердің көру және есту қабілеті өте жоғары. Олар үнсіз ұшады.